Саламатсыздар, құрметті марафонға қатысушы оқушылар. Бүгін бізде 4-ші күн. Сіздерге қазір 4-ші нұсқаны жібергенмін. Testcenter.kz сайтынан алынған тесттер. Тек қана математикалық сауаттылық. 20 сұрақты орындап біткен болсаңыздар, қазір тексереміз. Комментария бөліміне өтіп, тайм-кодтар деген жер бар. Соған кіресіздер. Жылдам түрде барлығын тексеріп алуға болады. Кілттерді тексеру, жылдам тексеру деген мәзір бар. Сол жол деген минутқа басасыз и тексересіз. Оның астында тағы да сұрақтарды жазып қойғанмын. Соларды көріп, қателескен сұрақтарыңызды ғана көресіз. Видеоның барлығын көріп отыру шарт емес. Бірақ та акцияларға қатысам дейтіндер болса, мен орталарында сұрақтар қойып кеткенмін. Сол сұрақтарға жауап беруі қажет. Бастаймыз. Мұғалім оқушыға 20 санына дейінгі жай сандардың қосындысын табуды тапсырды. Қосындының мәнін табыңыз дейді. Так, бізге қазір калькулятор керек болады. Жай сан дегеніміз өзіне және бірге бөлінетін сандар. Ол 2-ден басталады. 2, 3, 5, 7 өзіне тек қана және бірге бөлінеді. Басқа санға бөлінбейтіндер. 11, 13, 17 және 19. 20-ға дейін 19, ең соңғысы 19. Барлығын қосқанда қанша болды? 77 болды. Калькуляторда көрдіңіздер. Солай, түсін қарап алайын. Цвет настроения черный просто. Екінші, 0, 2, 5 цифрларын бір рет қана қолданып, 2-ге де 5-ке де бөлінетін 3 таңбалы сандарды жазыңыз, табыңыз деген. Екінші нұсқада бір осыны орындадық. 2-ге бөліну үшін ол жұп цифрлармен аяқталу керек. 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 деген цифрлармен аяқталу керек. 5-ке бөліну үшін ол тек қана 0 және 5. Яғни екеуіне ортақ, тек қана 0 екен, я? Екеуіне де ортақ, тек қана 0 екен. 0-мен аяқталатын жоқ. Мына екеуінде бар екен, екеуінде жоқ. Мына біреуі 5, біреуі 0. Біреуі 2, біреуі 0. Соңғы цифрларын қарап жатырмын. Біреуі 5, біреуі 0. Мыналар соңғы цифрлары осында болу керек. 2-ге бөліну үшін, мынау 5-ке бөліну үшін. Түсінікті ғой, сонда С болады жауап. 1 В, 2 С. Мынау. Так. Үшінші, 3 таңбалы санның алғашқы 2 цифрының қосындысы соңғы цифрына тең. Осы 3 таңбалы сан 29-а қалдықсыз бөлінетін болса, сол санды табыңыз дейді. 29-ның есептерін жазып шығуымыз керек. 29-ды біреуі 29, екіншісі 58, үшіншісі 29 көбейту 3, 87, сосын 29 көбейту 4, 116, 145, 116, 5. Так, 145 тұр жауапта. Бірақ одан да көп болуы мүмкін. 145 қосу 29, 174, 203, 174 және 203, 203 қосу 29, 232, 261, 232, 261. Все. Ең үлкен 246 еді. 246-ға дейінгі, содан асса да нелерді мен 29-ның есептерін жазып шықтым. Ішінде 145 қана жауап болады. Әрі 1 мен 4-ті қосқан кезде 5 шығуы керек. Бірінші мен екінші цифрларын қосқанда үшінші цифры, соңғы цифры шығу керек деген сондай бір тағы да шарт бар. Ол шартты да не істеді? Қанағаттанды. Жақсы. Келесі 4-ші сұраққа өтеміз. Мектепте 400 оқушы бар. Жылдың 29-ші ақпаннан басқа әр күнінде кемінде бір оқушының туған күні болады. Туған күндері бір күнге келуі мүмкін ең көп оқушылар санын тап. 400 оқушы 29-ші ақпаннан басқа 365 күнде оқушының барлығында туған күн бар екен. 400-ден 365-ті азайтамын. Қанша болады? 35 оқушы. 35 оқушы бізде артық. Бір күнде болу үшін, мына жерде любой бір оқушыны аламын. 365 оқушының ішінен. Соң 35-ін қосамын. Ең көп дегенде 36 оқушы бір күнде туылуы мүмкін. 36 болады жауап. Не үшін жоқ 36 жауапты? Не может быть? Жауап 36 болады. С нұсқасын белгілей берейік.
165 35 мына 36 болу керек. Мен қазір кілтті көрейін. С болу керек. Өйткені мына текстте қате кеткен болуы мүмкін. 36-ны 46 деп. Қалай жасаймыз бұны? Біз бұлай калькуляторларды ашып тастаппын. Так, қазір кілтті көреміз. Төртіншінің қаншаншы сұрақ еді бізде? Төртінші сұрақ. Төртіншінің төртінші сұрағы. Так, С. Төртіншінің төртінші сұрағы С. Я. Мен қателескенмін. Мына жерде 34, 40, 36 деген жері болған. Сіздерге мен қазір әлі негізі жіберген жоқпын. Бұл видео 2-3 күн алдын түсіріліп жатыр. Мен сіздерге мынаны 36 етіп жіберемін. Нені? PDF-ті. PDF-те 36 болып тұрады, а мына жерде 46 болып тұрады. Түсінікті ғой сіздерге? В общем, короче, 3-4 күн алдын бұл оқиғалар болып жатыр. Сіздерге әлі марафон басталған жоқ негізінде. Бірақ та марафонның 4-ші күні деп мен видео түсіріп жатырмын. В общем, солай. 36-ны белгілегендер дұрыс С болады. Келесі сұраққа өтеміз. 10-шы А сыныбының 11 оқушысының бойларын өлшеген кезде мына нәтижелерді алдық. 151, 152, 160, 163, 167, 172. Олардың бойларының медианасын және арифметикалық ортасын табыңыз. Так. Арифметикалық орта барлығын қосып, қанша бар? 11-ге бөлеміз. Барлығын қосайық. 151, қосу 152, қосу 160, қосу 163, қосу 167, қосу 172, қосу 172, қосу 173, қосу 174, 175, 1835 екен, оны 11-ге бөлемін. 166 бүтін оннан 8. 166 бүтін оннан 8. Бірақ вариантта тұр, осыны белгілей саламыз. Сонда медианы тауып кетейік. Медиана дегеніміз 11 болса, тақсан болса, ең ортасында 6-шы нөмірдегі сан қалады. 6-шы нөмір болып бізде 172 тұр. Қалғандарында тағы да 3 болып қалды. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тағы бір сан болу керек қой мына жерде. 1, 2, 3. 6-шы дедім ғой, мен 172. Мынаны белгіледі екен ғой. Мынаны белгілеймін, мына жоқ. Мына 172. Бесеуден қалады, ортада біреуі қалады, сонда. Хорошо. Негізінде сіздер арифметикалық ортасын тапсаңыздар болды. 166,8, қалғандардың барлығында 172 тұр. Медиананы табу оңай. Ортасындағы санды ала саламыз. Келесі есеп. Қорапта 161 бұйым бар. Қораптан сапалы бұйым алудың ықтималдығы 4-тен 3-ке тең. Қорапта қанша сапалы бұйым бар екенін анықтаңыз. Өте оңай. 160 көбейту 4-тен 3 болады. Тең 4 пен 160 қысқарады. 1 40. 40-ты 3-ке көбейтсем 120. Сапалы бұйым 120. Сапасыз бұйым 40. Өйткені 160-тан 120-ны азайта саламын. Дұрыс па? Келесі сұраққа өтеміз. 203 беттік кітаптың беттерін бірден бастап нөмірлеу үшін неше цифр пайдаланылғанын табыңыз. 203 бет, 203-ті бірінші 3-ке көбейтіп, сосын 108-ді азайтамын. Өйткені 203 99-дан үлкен. Так, 203-ті 3-ке көбейтіп, көбейту 3, азайту 108. 501. 501. Мына формула. N көбейту 3, азайту 108. Егерде n-іміз 99-дан, n 99-дан үлкен болса. Осылай болады. 99-дан кіші болса, n көбейту 2, азайту 9 деген формуланы пайдаланамыз. Ол бет беріліп, цифр тапқан кезде осылай. Ал цифр беріліп, бет тапса, онда басқаша формулалар қолданылады. Түсінікті ғой. Мысалға делік 564 цифр пайдаланылды. 564 цифр пайдаланылды. Қанша бет? Түсінікті ма сұрақ? 564 цифр пайдаланылған, қанша бет бар болған? Келесі сұраққа өтеміз. Мансұрдың қазақ тілінен алған бағалары кестеде көрсетілген. Мансұрдың алған бағаларының арифметикалық ортасын анықтаңыз. Так, 5-тен 5-еуі 25, 4-тен 2-еуі 8, 3-тен 1-еуі 3.
Барлығын қосамын 36. 36-ның мыналарын қосып шығамын. 5-ке 2 7, 7-ге 1 8. 36-ны 8-ге бөлеміз. Так, былайынан бөлейін ғой. 4-тен берем 32, 4 40, 5-тен берем. Өткен өтір қоям, 40 болады. 4,5. Яғни 36-ны 8-ге бөлдім. 4,5 болды екен арифметикалық ортасы. Бұлай шығарылады. Келесі сұраққа өтеміз. Екі елді мекеннің арасы 68 км. Велосипедші алғашқы сағаттарда 16 км сағат жылдамдықпен жүрсе, келесі сағаттарда 12 км сағат жылдамдықпен жүрді. Велосипедшінің 16 км сағат жылдамдықпен және 12 км сағат жылдамдықпен жүргендегі әрқайсысының уақыттары бола алатын жауапты табыңыз. Жауаптар берілген, апарып орнына қоя саламын. Біріншісін көре салайын. 16 көбейту 2 қосамыз 12 көбейту 4, 12 деген мынау, 4 деген мынау. Мына жауапты қазір тексеріп жатырмын. Қанша шығу керек? 68 шығу керек. Тексеріп көрейік. 16-ны 2-ге көбейтсем 32, 12-ні 4-ге көбейтсем 48, 2-ін қоссам 80. Яғни А жауабы болмайды. Қалған жауаптарды тексеріп көресіздер. Мына жауапты көрейік, С жауабын. Өйткені осы жауап дұрыс. Уақытымыз аз. 16 көбейту 2 су, яғни кідіріп қалдық жаңелде. 12 көбейту 3. Апарып барлығын тексеріп көре береміз. 16-ны 2-ге көбейтсеңіздер 32, 12-ні 3-ге көбейтсек 36, 32-ге 36-ны қойсақ 68, біздің жауаптағы 68 шығып тұр. Яғни С нұсқасын белгілесек дұрыс болады екен. Қалғандарын тексеріп көрсеңіздер 68 шықпайды. Сондықтан мен оны өтіп кеттім. Жақсы, келесі сұраққа өтеміз. Қосындының мәнін табыңыз деген қосынды беріліп тұр. Бұл өте қиын сұрақтардың бірі, негізі олимпиадалық сұрақ. Бұл сұрақтың шешімі оңай, білетіндер үшін оңай. Мысалға 1 деген санды мен 2 азайту 1 деп алсам бола ма? Астында 1 көбейту 2 тұра берсін. Қосу. Мына жердегі 1 дегенді 3 азайту 2 десем бола ма? Болады, я? Ешнәрсе өзгермейді. Астында 2 көбейту 3 тұра берсін. Мына жердегі 1-ді де 4 азайту 3 деп жазсам болады. 3 көбейту 4 астында тұра берсін. Қосу. Тағы да осының арасында тағы да көптің бәрін осылай шығарам. Соңында 99, жоқ, 100 азайту 99. 100 азайту 99 деймін. Әйтпесе, жоқ, олай істемеймін ғой. 100 азайту 99 деймін ба? Я, дұрыс. 100 азайту 99. 100 азайту 99. Сонда 1 болады. Астында 99 көбейту 100. Вот. Енді қараңыз, мына жерден қазір 2, 1, 1, 2. Мыналар бір нәрсеге ұқсап тұр. Мысалға ойлаңыз, А минус Б. Астында Б көбейту А тұрсын. Б көбейту А. Бұл мына нәрсе емес па? 1 бөлінген Б, немесе қалай десем болады сізге? 1 бөлінген Б азайту, Б бөлінген Б. 1 бөлінген Б азайту. Так, 1 бөлінген А. Тура мына нәрсе. Ортақ бөлім А көбейту Б'дан берем. Мынаған Адан тиеді. Мынаған Б'дан тиеді. Апарып орнына қойсам, қайтадан тура өз шығайын деп жатыр. А минус Б. Сонда мен айтпақшы болғаным, мына затты 1 бөлінген Б минус 1 бөлінген А деп алсақ болады дедім да, мына жерде. Сонда не болды? 1 бөлінген 1 азайту 1 бөлінген 2. Қосу 1 бөлінген 2 азайту 1 бөлінген 3. Бұл нәрсе мынау. Мына 2 мен 3-ті ортақ бөлім етіп берем. 3 мына жаққа көбейтіп өтеді, азайту 2 болады. Сосын жалғаса береді. 1 бөлінген 3 азайту 1 бөлінген 4. Байқасаңыздар, минус 2-ден 1 мен плюс 2-ден 1 қысқарып кетеді. Минус 3-ден 1 мен плюс 3-ден 1 қысқарып кетеді. Минус 4-ден 1 мен 4-ден 1 қысқарып кетеді. Солай барлығы қысқарып, мына жерде минус 99-дан 1 мен плюс 99-дан 1 мен, мына жердегі минус 99-дан 1, әйтеуір одан алдыңғы бар ғой 99-дан 1 деген минус жер. Сол қысқарып кетеді да, тек қана мына жерде минус 100-ден 1 қалады. Минус 100-ден 1 қалады. Сонда жалпынан бәрі қысқарып кетті. Мына жерде 1 бөлінген 1 қалды, ал соңында 100-ден 1 қалды. Қалған ортадағылар бәрі қысқарып кетті. 100-ден берем, ортақ бөлім. Мынаған 100-ден тиеді, мынаған 1-ден тиеді. 100-ден 1 жазсақ 99 болады. Мұны 100-ден 99-ды белгілейміз. Түсінікті ғой. Бұл есеп туралы тағы да біраз біз
есептер шығарамыз. Отдельно бір сабақ ретінде өтемін. Әзірге осылай жылдам түсіндіріп кеттім. Келесі есепке өтейік. Ыдыстағы суды қыздырғанда қыздыру уақытының өзгеруіне сәйкес судың температурасының өзгеру кестесі жасалған. Ыдыстағы су неше минут қыздырған соң қайнағанын табыңыз. Судың қайнау температурасы 100 градус. Судың қайнау температурасы 100 градус болса, судың қайнаған кезі 8-ші минут емес пе? 100 тұр ғой. Оның несін ойланамыз? 8-ші минут болады жауап. Бұның ешқандай бір логиканың ең қажет жоқ. Ажардың жатын бөлмесінің температурасы төмендегі кестеде көруге болады. 0 градустан 10 градус аралығында жылуды ұстап тұру уақытының мөлшерін анықтаңыз. 0-ден 10-ға дейін. 0-ден 10-ға дейін 2 сағат 15 минут және 1 сағат 10 минут. 0-ден 5-ке дейін 2 сағат 15 минут, 5-ден 10-ға дейін 1 сағат 10 минут. Екеуін қосып жіберем, 3 сағат 25 минут болады. Ол Е нұсқасында тұр. Қалғандарын белгіледім ба мен? Иә. Е нұсқасында тұр. Бұл да аса бір логиканы қажет етпейтін сұрақ екен. Екеуін минуттарды қоса салам, сағаттарды қоса салам, все. Келесі, мектептегі оқушылардың 85% латын тілін біледі, ал 75% грек тілін біледі. Егер кез келген оқушы екі тілдің біреуін білетін болса, мектеп оқушыларының неше проценті екі тілді білетінін анықтаңыз. Біз үлкен екі Вен диаграммасын пайдаланамыз. Мынау мектеп оқушылар деп ойлаңыздар. Мынау латын тілін білетін оқушылардың шеңбері, жиыны, мынау. Ал мына жиын тек қана грек тілін білетін, грек тілін білетін оқушылардың жиыны. Енді екеуінің де жиынын, екеуін де білетіндерді табуымыз керек. Ол осы мына екі сегменттің қосылған жерін көріп тұрсыздар ғой, эллипс сияқты. Соның арасында жазылады. Жеке шеңберлер 85, мынау 75 болу керек. Ортадағын есептеп, барлығын есептегенде 100% шығу керек. Оны былай істейміз. Бірінші 85-ке 75-ті қосып аламын. 85 қосу 75. Ол 160, яғни барлық пайыздар. Одан 100% алып тастаймын. 60, сонда екеуін де білетіндер 60 екен. 60% оқушылар екеуін де біледі. 75 шығу үшін мынақа тек қана грек тілін білетіндер 15. Жалпыламы 75 бойынша тұра береді, 60-15. Ал мына жақта 85 шығу үшін мынақа 25. Тек қана латын тілін білетіндер 25. Тек қана грек тілін білетіндер 15%. Ал екі тілді білетіндер 60% екен. Сонда С нұсқасын белгілейміз. Түсінікті ма есеп? Түсінікті болса, келесі есепке өтеміз. Кез келген X пен Y үшін орындалатын болса, мынандай амал. Онда дұрыс ұйғарымды табыңыз. Дұрыс ұйғарымды табу керек. 5 пен 3-ті 3-ке теңдейді. 5 пен 3-ті қоям. X-тің орнына 5-ті, Y-тің орнына 3-ті қоям. 3 көбейту 5, азайту 3, бөлінген 4. 3 жерде 5-ім 15, 15-тен 3-ті азайтсам 12, 12-ні 4-ке бөлсем 3 болады. Яғни мынау бізде дұрыс екен. Яғни 1 деген не дұрыс екен. Сонда мына екеуі жауап болмайды. Қалғандарының барлығында 1 бар. Жақсы. Енді қалғандарын есептеп көрейік. 5 пен 3-тің қалай болса, 3 пен 5 екеуі бір-біріне тең дейді. 5 пен 3-тің логикалық амалда біз 3 шыққанын көрдік. Енді 3 пен 5 тексеріп көрейік. 3-ті қойсам қазір 9, 9-дан 5-ті азайтсам 4, 4-ке 4-ті бөлсем 1. Бізде мына жағы 1 шықты, мына жағы 3 шыққан еді. Яғни мына жауап бізде дұрыс емес. Бұл жауап дұрыс емес. Яғни 2-ні мен алып тастаймын. Сонда тек қана 3-ші және 4-ші қалды. Кез келген біреуін тексеремін. Мынаны тексерсем, мынау егер қате болса, онда 4-ші дұрыс болады. Немесе мынау дұрыс болса, 4-ші қате болады. Осы дұрысын белгілеп кетемін. Өйткені 5-еуінің біреуі дұрыс. Ал 5 пен 3-ті біз білеміз мынаның 3 екендігін. Өйткені банкіде мынаны есептеп қойдық. 8 пен 4-ті есептейміз. 3 жерде 8-іміз 24. 24-тен 4-ті азайтсам 20. 20-ны 4-ке бөлсем 5. Сонда мынадан не шықты? 5 шықты. Жалпы 5. Енді 3 пен 5-тің өзін жеке-жеке осы логикалық амалды пайдалан дейді. Яғни X-тің орнына 3-ті, Y-тің орнына нені қоям? 5-ті қойып есептеймін. 3 көбейту 3, азайту 5, бөлінген 4. 3 жерде 3-іміз 9, 9-дан 5 тастасақ 4, 4-ті 4-ге бөлсек не болады? 1 болады. 1 деген жауап не тұр? Онда дұрыс екен. 1 мен 3 қана дұрыс. Онда 4-шін тексермесек те болады. Өйткені қате. Осылай. Сонда В жауабы дұрыс болады екен. Қайта көрсеңіздер түсінікті болады. Келесі есепке өтеміз. Ауданы 400 см квадратқа тең, ең көп дегенде қабырғалары 3 см және 5 см болады.
болатын тік төртбұрышын сызуға болатын табыңыз. Тік төртбұрыш мынандайынан 3, мынандайынан 5. Бұның ауданын табу үшін 3-ті 5-ке көбейте салам, я? А көбейту Б деген формуланы бастауыштан білеміз. Яғни 3 көбейту 5, ол қанша болады? 15 болады. Енді 400-дің ішінде 15-тен қаншауы бар? Нақты 15-тен қаншауы бар? Қалдықты есептемейміз. Бұлай бөле салайын. 400 бөлінген 15. 26-да 6 дейді, яғни 26-сы бар деген сөз. Түсінікті ме? Осылай есептей салыңыз. Уақытты құртпай қояйық. Келесі есепке өтейік. В болды 15. АБС-ді тік төртбұрышының қабырғаларына шаршылар салынған. АБС-ді тік төртбұрышының периметрін табыңыз. Жақсы. Егерде мынау шаршы болса, оның ауданы 49 болса, шаршының ауданы А квадрат деген формуламен есептелген, яғни қабырғасының квадраты. Онда оның қабырғасы А тең жетіге тең болғаны. Мына жер жетіге тең. Мына жерде жетіге тең, мына жерде жетіге тең, мына жерде жетіге тең. Тура сол секілді үлкен шаршының ауданы 121 болса, онда оның қабырғалары 11-ден. Бізге не дейді? АБС-ді тік төртбұрышының периметрін тап. Периметр П әрпімен белгіленеді. Ол мынандай формуламен табылады. А қосу Б. 2 тең 2 көбейту. А қосу Б дегеніміз, А дегеніміз мына ұзындығы 11, Б дегеніміз биіктігі 11-ді 7-ге қоссам 18. Екі жерде 18-іміз тең болады. Қанша? 36. 36 А деген нұсқаға тұр. Аны белгілейміз. 16 А болды екен. Келесі сұраққа өтем. Сыныптың бір тобындағы 10 оқушының 7-еуі зерттеушілікпен айналысады. Оқушылардың арасында кез келген 4 оқушының зерттеушілікпен айналысу ықтималдығын табыңыз. Яғни бұл есепті біз өткен бір нұсқаларда шығарып қойдық. Үшінші нұсқада мында шығарғанбыз, или екінші нұсқама точно есімде жоқ. Так, ықтималық дегеніміз П тең қолайлы жағдайлар санын жалпы жағдайлар санына бөлу. Жалпы жағдайымыз бізде қазір S 10-да 4 болып есептелінеді. Қолайлы жағдайлар саны бізде S 7-де 4 болып есептелінеді. Факториал түрінде есептесек, S 10-да 4-тен 210 шығады, S 7-де 4-тен 35 шығады. Факториалды есептеуді өткен сабақтарда өткенбіз. Неден көрсеңіздер болады, арнаның ішіне кіріп. Сонда M-нің орнына 200, M-нің орнына дұрыс 210-ды қоямын, M-нің орнына 35-ті қоямын. 35-ке қысқарады, 1, 6-дан болады мынаған. Дұрыс па? 35-ке қысқарады, 6-дан 1. Жауабы А болады екен. Келесі сұраққа өтеміз. Дүйсенбі күні Жанар 5 досымен интернет арқылы бір қызық суретпен бөлісті. Жанар дүйсенбі 5 досымен бөлісті. Әрбір адам келесі күні соны әлі көрмеген 2 досына жіберді. Келесі күні мына 5-еуі 2-2-ден жіберсе 10 адамға жібереді. Сәрсенбі күні мына 10-ау 2-2-ден 20 адамға жібереді. Так, бейсенбі күні 40 адам көреді. Өсек сияқты да тарай береді. Жұма күні 80 адам көреді дағы 100 дегеннен асады. 100-ден асу керек. 100-ден асып кетеді. 5-ке 10-ды қосақ 15, 35, әлі жетпей тұр 75. Жұма күні уже 155 болып 100-ден асып кетеді. Сонда жұма күні асады екен. Түсінікті ма? Жексенбі күні сұрақ. Жексенбі күні жалпы жексенбі күні Жанарды да есептегенде қанша адам бұл қызық суретті көрді жексенбі күні? Қанша адам Жанарды есептегенде? Осыны жазамыз. Сонда 2 сұрақ қойдым әзірге. Төмендегі диаграммада мектептегі 90 оқушының үйірмелерге қатысты мәліметі көрсетілген. 2 үйірмеге де қатысатын оқушының саны тап. Мүлдем қатыспайтындар қаншау? Бізде 10 екен. Яғни 90 оқушыдан 10 оқушыны алып тастайын. Сонда мүлдем қатыспайтынын алып тастайын. Сонда қаншау қалады? 80 қалады. 80-і қатысады. Волейболға 40 қатысады екен, баскетболға 50 қатысады екен. Енді осының арасында 80-ді азайтып тастаймыз. 40 қосу 50, азайту 80. Сонда екеуіне де қатысатындар қаншау екен? 10 екен. 40 қосу 50, азайту 80. 80 дегеніміз тек қана үйірмеге қатысатындар 10 қалады. Сонда екеуіне де қатысатындар 10. Жеке мынаған 30, волейболға 30. Екеуіне де қатысатындар 10.
жеке баскетболдың өзіне 40 адам қатысады. Түсінікті шығар. Келесі есепке өтем. Бейбітшілік пен ынтымақтастық сарайының табан ұзындығы 62 метр. Табан ұзындығы. Яғни мына жерде айтып отыр ғой бізге. Бүйір қырының ұзындығы 31 түбір асты 6. 31 түбір асты 6 дейді. Ол бүйір қыры дегеніміз мынау. Табан 62 екен. Пирамиданың көлемін табыңыз. Пирамиданың көлемі В тең 3-тен 1, табаның ауданы көбейту биіктік. Пирамида табаны квадрат. Түсінікті. Пирамида берілген. Өзім сызбасам. Пирамида берілген. Бізге табанның ауданы керек. Табанның ауданы табу үшін 62-ні 62-ке көбейте салам, өйткені квадрат. Табанның ауданы квадрат деген, квадраттың ауданы табу үшін, яғни қабырғалардың өзін көбейте салу керек. Сонда қанша болды бізде? 62 көбейту 62 3844. 3844 көбейту қазір h дегеніміз мынау ғой. Мына аралық. Төбесінен мына жерге дейінгі аралық. Сосын бөлінген 3. Бәрінде бөлінген 3 бар. Сонда мен қазір h-ты тауып, мынаған көбейтсем, сосын мына жерден тауып алсам болады екен, я? Енді h-ты табу үшін мына жерден былай жүргізейін. Тік бұрышты 3 бұрыш пайда болады. Ол тік бұрышты 3 бұрышты былай жайып көрсетейін сіздерге. Жайып көрсетсем былай болады. Мынау h. Мына жері 31 дей беремін. 31 түбір асты 6. Ал мынау үлкен диагоналдың, осы қабырғадағы мынау квадраттың диагоналының тең жартысына тең. Мынау ортасына түседі. Диагоналдардың қиылысу нүктесіне түседі та мынау биіктік. Сонда мынау 62 болса, онда мына жер 62 түбір асты 2 болады. Мына жер 62 түбір асты 2 болады ұзындығы. Общий мынау диагоналдың ұзындығы. Енді оның жартысы 2-ке бөлем, сонда тең болады 31 түбір асты 2 болады. Сонда мына жер 31 түбір асты 2 болды бізде. Енді h-ты табу үшін Пифагорды пайдаланамыз. H-ты табу үшін Пифагорды қалай пайдаланамыз? 31 түбір асты 6-ның квадраты. 31 түбір асты 6-ның квадраты. Азайту 31 түбір асты 2-ның квадраты. 31 түбір асты 2-ның квадраты. Осын түбір астынан шығару керек. Ол 31 квадраты ақша сыртына шығады. Іште 6 азайту 2 қалады. Тең 31-дің квадратынан 31 шығып кетеді. 6-тан 2-ні азайтсам 4, 4-тен 2 шығады. 31-ді 2-ке көбейтсем 62-ның өзі қайттан болады. Сонда h-тың орнына 62 қойым керек екен. Жалпылама 3844-ті 62-ке көбейтем. 238, 328. 238, 328 сан нұсқасында тұр. Бөлу 3 ол астында дәңгілдегі формадағы бөлу 3. Осылай шығарылады екен. 20 сұрақта біз түсіндік деп ойлаймын. Қазір сіздерге кілтті тексереміз. Жылдам тексеру 1В, 2С, 3В, 4С, 5С, 6Е, 7Е, 8Е, 9С, 10В, 11Д, 12Е, 13С, 14В, 15В, 16А, 17А, 18Д, 19С, 20С. Осылай шығарылады екен. Түсінікті шығар. Біз 4 күнімізді бітірдік. Енді 1 күніміз қалды. Келесі кездескенше қос сау болайық. Мен қойған сұрақтарға жауап беріңіздер комментарийға. Bir комментарийда жауап бересіздер. Лайк басыңыздар. Арнаған достарыңызға рекомендовать етуді ұмытпаңыздар. Жақсы. Сәттілік баршаңызға. Айналайындар.